Алтыншы аудио. Адамның мәдени тұлға ретінде қалыптасуына сол адамның өскен, өнген, тәрбиеленген ортасында алған тәлім-тәрбиесі негіз болады. Тіл мәдениетіне, әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән нормаларын игеру, тілдік амал-тәсілдерді айтылатын ойдың мақсатына сай орнымен қолдана білу, сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілік таныту жатады. Сөйлеу адам санасының басты белгісі. Сөз ойлы да мәнерлі болуы тиіс. Әйтпесе ол көздеген мақсатына жете алмайды. Халқымыз мәнді сөйлейтіндерді сөзі мірдің оғында екен деп дәріптейді. Ал Жүсіп Баласағұн ақыл, ойдың көркі тіл, тілдің көркі сөз деп тауып айтқан. Көне замандағы мәдениет ошақтарының бірі шумерлердің тас табақтарына осылай деп жазылған екен: аузыңа абай бол, көкейдегі ойды айтуға асықпа. Ойланбай сөйлесең, опық жейсің. Ал Мексика халықтарында сөйлегенде сабыр сақтаған жөн. Асығып, аптықпа, қызбаланба, даусыңды көтерме, сөзің орынды да ұрымтал болсын дейді. Үнді заңында қандай бір қиын жағдайда да балағат сөзге тыйым салынған. Онда көкейге қонымды, көңілге ұнамды сөздер ғана айтылсын делінген. Бұл сөйлеудің адам өміріндегі маңызын көрсетеді.